Сәлем баршаңызға, есімім Аяулым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай әдемі болып шығатын пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл пиццаның ерекшелігі мүлдем қопсытқыш қосылмайды. Бар болғаны 30 минуттың ішінде дайын болады. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, ауызда еритін пицца дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысымызға ашытылған айранымызды құямыз, оның үстіне тұзымызды және де қопсытқышымызды, бөлме температурасындағы майымызды салып, үстінен аз мөлшерден ұнымызды сала отыра, бір келкі болғанша қамырымызды жайып аламыз. Осылай бір-біріне жабысып, қолдарыңызға жабысып тұрса, ештеңе қылмайды. Осының бетін жауып 5 немесе 10 минутқа қойып қоясыздар. 5 немесе 10 минут өткеннен кейін осылай алып, осы рецептпен жасасаңыздар 2 пицца дайындауға болады. Осылай тесталарыңызға 2 бөлікке бөліп аласыздар. Теңдей етіп 2-ге бөліп аласыздар. Бөлінген қамырларымызды дөңгелек етіп жайып аласыздар және пергаменттің қағаздың үстіне қойып аласыздар. Пергамент қағаздарыңызды сапалы түрін таңдағандарыңыз дұрыс, себебі піскеннен кейін жабысып қалады. Осылай пергаменттің үстіне дөңгелекше етіп, шет жақтарын кішкене қалыңдау, шеттерін осылай басып аласыздар. Осылай кетчуптың өзін ғана жақсаңыздар да болады, болмаса майонезбен араластырып жақсаңыздар да болады. Мен осылай екеуін біріктіре араластыра осылай жағып шықтым, көлінен барлық жеріне жеткізіп, сыйғызып. Сіздер өздеріңіз білесіздер, тек қана кетчуп араластырсаңыздар да болады. Осы уақытта сырларыңызды үккіштен өткізіп, осылай орта жақтарына қойып шығасыздар барлық жерлеріне. Сырларыңыз қаншалықты көп болса, соншалықты пиццаларыңыз дәмді болады. Осылай колбасамен жасадым мен, сіздер өздеріңіз білесіздер, 180 градуста 30 минуттай пісіріп аласыздар. Мінекей біздің пиццамыз дайын. Түрінің өзін қараңыздар, қандай сочный болып тұр, әдемі. Сырларыңыз қаншалықты көп болса, пиццаларыңыз соншалықты дәмді болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі. Отбасыларыңызға, балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Жұмсақ, қараңыздар, қандай үлпілдеп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмесеңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да рецепттер шығады. Менімен бірге болыңыздар.